нөмірі 5548 әскери бөлімі 2013 жылдың шілде айының 12-сінен бері Жаңаөзен қаласының қоғамдық тәртібін қамтамасыз етіп келеді. Осы жылдар ішінде бөлім сан түрлі сынақтардан сүрінбей өтіп, талай жетістікке жетті. Бүгінгі күн тарих, бүгінгі күн жауынгер рухының салтанаты. Әскери бөліміміз қоғамдық қауіпсіздік пен құқықтық тәртіпті қамтамасыз ету жолында абыроймен қызмет атқарып, ұлттық ұланның беделді бөлімдерінің біріне айналды. Бұл жетістіктер әрбір әскери қызметшінің адал еңбегін, жоғарғы жауапкершілік және отанға деген шексіз сүйіспеншілігінің нәтижесі. Жеке құрамның кәсіби шеберлігі, тәртібі мен бірлігі алдағы уақытта да әскери бөліміміздің абыройына асқақтатып, жаңа белестерді бағындыруға негізгі болады деп сенемін. Сіздердің отан алдындағы адал қызметтеріңіз, жоғары жауапкершіліктеріңіз бен кәсібиліктеріңіз мемлекетіміздің тұрақтылығы мен қауіпсіздігін нығайтуға зор үлесін қосуда. Осы айтулы мереке күні баршаңызға зор денсаулық, отбасыларыңызға амандық, қызметтеріңізге табыс, игі тілегі жолындағы еңбектеріңізге толағай жетістіктер тілеймін. Еліміздің тыныштығы мен халқымыздың қауіпсіздігі жолындағы абыройлы қызметтеріңіз әрдайым жоғары бағалана берсін. 13 жыл ішінде 5548 әскери бөлімі еліміздің әр түкпірінен келген азаматтардың ортақ шаңырағына айналды. Олар бір мақсатпен, бір мүдде үшін қызмет етуде. Әр сарбаздың отан алдындағы борышын адал атқаруы үлкен мақтаныш. Ел үшін еткен еңбек ескерусіз қалмайды. Салтанатты шара барысында бөлімнің үздік әскери қызметшілер мен сала ардагерлері алғыс хатпен марапатталды. Мен негізі өзім Шымкент қаласының тумасымын. 4 жыл Петропавл қаласында ұлттық ұлан әскери академиясын оқып бітіріп, 2020 жылы дәл осы Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласы 5548 әскери бөлімінде қызмет атқарып жатырмын. Және осы қызмет атқарған 3 жыл қарсаңында адал еңбегім үшін 3 рет өзімнің жоғары дәрежеге қол жеткіздім. Және осының барлығын елеп ескеріп, бүгінгі 5548 әскери бөлімінің 13 жылдығына орай Батыс өңірлік қолбасшылығының атынан алғыс хат грамотамен марапатталып отыр. Және осы 5548 әскери бөлімінің 2013 жылдан бері осы уақытқа дейінгі келтірген дәрежесіне келтіріп отқан басқа командирлер, Батыс өңірлік қолбасшылығы және бас қолбасшылық, Жаңаөзен қаласының әкімшілігіне және басқа да құрылымдарға рахмет айтамын. Әскери бөлім беріктіктің символы. 13 жыл ішінде отанға қалтқысыз қызмет етіп, ел тыныштығының сеніміне айналған 5548 әскери бөлімі алдағы уақытта да өзінің абыройлы жолын жалғастыра бермек. Айта кетейік, жыл басынан бері бөлім сарбаздары қоғамдық тәртіпті қамтамасыз ету барысында 253 әкімшілік құқық бұзушылықты анықтаған. Оның ішінде 33 іс сотқа жіберілген. 329 мың теңге көлемінде айыппұл өндірілген. Қылмыс жасады деген күдікпен 5 азаматты құрықтаған. Есірткі заттарын да тәркілеген. Сәуле Жолманбет, Шыңғыс Жанболатұлы, Жаңаөзен ақпарат. Жаз мезгілінде күннің аптап ыстығында тұрғындар теңіз жағалауына көп барады. Алайда дәл осы кезеңде суға кету оқиғалары да жиіледі. Қайғылы жағдайлардың басым бөлігі қауіпсіздік ережелерін сақтамаудан орын алады. Жаз басталғалы өңірде 13 адам суға кетті. Мамандардың айтуынша, қайғылы оқиғалардың негізгі себептері рұқсат етілмеген жерлерде шомылу, балаларды қараусыз қалдыру және мас күйінде суға түсу. Құтқарушылар тұрғындарды тек арнайы жабдықталған жағажайларда ғана шомылуға шақырады. Сондай-ақ балаларды бір сәтке де қараусыз қалдырмау қажет. Жаңаөзен қаласы әкімімен жоспар бекітілді. Соған сәйкес демалыс орындарын түгендеу, демалыс орын иелеріне қауіпсіздік ережелерін сақтау, қауіпсіз жағажайды жабдықтау бойынша түсіндірме жұмыстары жүргізілді. Су айдындарындағы азаматтардың қауіпсіздік ережелерін сақтамағаны үшін 412 бап бойынша әкімшілік айыппұл қарастырылған.
Мамандар суға түсер алдында ауа райын ескеріп суда ұзақ уақыт болмауға және қауіпсіздік талаптарын қатаң сақтауға кеңес береді. Су өмір көзі болғанымен қауіпсіздік ережелері сақталмаған жағдайда үлкен қатерге айналуы мүмкін. Сондықтан әрбір тұрғын өз өмірі мен жақындарының қауіпсіздігіне жауапкершілікпен қараған дұрыс. Алыс жерлерге көлікпен шыққанда міндетті түрде артық көлемде су, қауіпсіздік ережелерін сақтап, демалысқа барғанда қолға қандай кішкентай газовый баллончиктерді қауіпсіз жерде ұстауға шақырамыз. Жаз мезгіліндегі күннің аптап ыстығы тұрғындарды да әбігерге салды. Синоптиктердің болжамынша аптап ыстық айдың соңына дейін сақталады. Осыған байланысты су айдындарында демалушылар саны артып, суға кету қаупі де күшейіп отыр. Райымгүл Махамбетова, Ниетбай Жұмабайұлы, Жаңаөзен ақпарат. Құланды ауылындағы Аққанат атшабарында Маңғыстау атбегілерінің ұйымдастыруымен ат бәйгесі өтті. Тай, құнан және аламан бәйге бойынша өткен ат жарысына өңірдің қала және аудандарынан жүйріктер қатыстырылды. Алдымен жиылғандар 14 тай қосылған бәйгені тамашалады. 2 айналымдық 6 шақырымдық бәйге алаңынан бірінші болып Ақтау қаласынан келген Олжа атты тай келді. Ал 3 айналымды құрайтын құнан бәйгесіне 9 жүйрік қатыстырылып, нәтижесінде мәресізігін Мұнайлы ауданының Найза атты құнаны бірінші қиды. Одан кейін Сайран Қосайдың Қаншайым атты жылқысы келді. Биыл енді жақсы қыстан бері дайындықта, осы қыстан бері мініп, осы ең бірінші бәйгесі осы сынаққа түсіп жатыр. Екінші келді, шүкір, енді кішкене таласып қалды, бірақ енді жақсы результат бірінші бәйгеге. Көңілім толып тұрады ма. Енді келесі бәйгелерде бір үлкен додаларға түсем деген ойым бар. Ал 12 шақырымдық аламан бәйгеге 14 жүйрік тіркелді. Олардың арасынан Мұнайлы ауданынан келген Жанболат Қалиевтің Қарақат атты жүйрігі бірінші жетті. Екінші орынның сыйлығы да Мұнайлылық Амин Амандықтың Таңсұлу атты тұлпарына бұйырды. Ал үшінші болып мәресізігін Теңге ауылының тұрғыны Серікбай Еламановтың Фокусы қиды. Бұл бастама осыдан бір 2 апта бұрын басталды. Осылай тақырыптымыздың бастамасыменен осы Маңғыстау атбегілерімен құрметіне болып жатқан бәйге. Жастарға деген үлгі ғой. Осы атқа деген қызығушылығы артсын деп. Алдағы жоспарлар осы енді жастарымыз осылай қызығып, осылай ұйымдастырып тұрса жақсы ғой атқа деген. Бәйгеде бірінші, екінші және үшінші келген жүйріктердің иелеріне Маңғыстау атбегілерінен жиналған қаржылай сыйлықтар берілді. Айта өтер жайт, Аққанат атшабары қараусыз қалған. Оны шөп-шалам өскен жерінен күн қақтаған орындықтарынан да байқауға болады. Сәбит Лұқпан, Ниетбай Жұмабайұлы, Жаңаөзен ақпарат.